Ассалаумағалейкум баршаңызға тағы да. Өткен тақырыпта біз трейдинг дегеніміз не, жалпы нарық қалай жұмыс жасайтынын таныстырып өткен болатынмын. Бүгін бізде базалық сабақтың екінші сабағы. Бүгін біз жалпы трейдингтағы позицияларды қарастыратын боламыз. Яғни бізде трейдингта екі түрлі позиция бар: лонг және шорт деген. Бұлардың бірден қазақшасын жазып қойсақ болады. Long деген қазақша аударған кезде ұзын деген сөз, short деген қысқа деген сөз. Бұның не үшін ұзын қысқа деп айтқанын қазір сабақтың ортасында түсінетін боласыздар. Қараңыздар, бізде екі түрлі позиция бар дедік: long және short деген. Енді long позиция дегеніміз бізде бұл не? Оның жүйесі қандай? Мысал ретінде белгілі бір акцияны алайық. Ол $100 тұрсын. $100 тұрсын. Енді сіз $100 сол акцияны сатып алдыңыз и $150 саттыңыз. Яғни бұл өсу, бағаның өсу позициясы бізде long позициясы деп аталады. Оның жүйесі қалай? Яғни сіз арзаннан алып қымбатқа сатып алып отырсыз. Яғни баға, мысал ретінде белгілі бір компания алайық. Сол компанияға байланысты мысалға алдағы бір жаңалықты шықты, бәленбай мемлекеттің проблемасын шешетін осындай дүние ойлап табылды деген жаңалық шықсын осы компанияда. Сөйтіп бүкіл инвесторлар сол компанияның болашағына сене отырып, ары қарай оған инвестиция жасайтынына көздері жеткен кезде сіз солай анализ жасай отырасыз да, мынау компания өседі деп позиция ашасыз. Қандай? Long позиция, яғни өседі деп ашасыз. Осы жердегі біздің өседі деген позициямыз бізде long позициясы деп аталады. Яғни бұл жерден біз қалай пайда табамыз? $100 сатып аламыз акцияны и $150 келген кезде сатады екенбіз. Яғни бастапқыда сіз шешесіз, өседі немесе түседі деп позиция ашасыз. Яғни өседі деп ашатын болсаңыз, ол сізде long позициясы екенін білдіреді. Енді қараңыздар, шорт позициясы қалай жұмыс жасайды? Мысал ретінде шорт позициясы. Мысалы $100 акция тұрсын. Мынау түсінікті болды. Баға өскен сайын біз пайда көре береді екенбіз. Ал мұнда ше? Мұнда біз керісінше, мысалы $50 құлап кетсе, және плюс $50 пайда көреміз. Яғни $100 тұрған акция $50 құлап кетсе, біз құлағаннан пайда көреді екенбіз. Оның жүйесі қандай? Яғни мына жерде түсінікті болды. Мысалға бір $100 50 мың теңге дейді. 50 мың теңгеге бір қой сатып алдыңызда, мысалға ол 70 мыңға өсті. 70 мыңға сатып жүрдіңіз. Сөйтіп үстіне 20 мың теңге пайда көрдіңіз деген сияқты. Дәл солай, бұның жүйесі солай болды. Арзаннан алып қымбатқа сату. Ал мына жерде баға құлап кеткен кезде біз қалай пайда көреміз? Осы жерде шорт позицияны түсіну кішкене қиынырақ болуы мүмкін. Бірақ барынша сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп көрейін. Ол былай нәрсе. Мысал ретінде шорт позицияның жүйесі былай нәрсе. Мысалға Мақсат деген бір жігіт болсын, мен досым болсын, досым. Мақсат маған $10 000 береді. Маған Camry 55 тауып берші дейді. $10 000-ға. Осындай состояниесі осындай болса болды, осылай жеткілікті. $10 000-ға маған Camry 55 тауып берші дейді. Машина, Сосын жақсы деп мен Мақсаттан $10 000 алып аламын. $10 000 алып алғаннан кейін не істеймін? Іздеймін, машинаны іздеймін. Іздеп дәл Мақсаттың қалауындағы Camry 55-ті тауып аламын. Camry 55-ті тауып аламын да не істеймін? Жаңағы Мақсатқа берем. Мақсат та риза, мен де риза. Сөйтіп екеуміздің неміз жабылды. Бірақ та бұл мәселе неде? Мен оны, ол маған $10 000 берген, бірақ мен оны $8 000 тауып алдым да. $8 000 тауып алдым. $8 000-ға машина алдым да, Мақсатқа бере салдым. Бірақ Мақсат негізінде маған $10 000 беріп еді. Арасындағы $2 000 істедім, мен өзім пайдама алып қалдым. Не үшін? Арасындағы машинаны тауып бергенім үшін. Шорт позицияның жүйесі қандай? Осыған сәйкестендіретін болсақ, яғни қараңыздар, бізде кез келген брокерде екі түрлі кнопка болады. Buy және sell деген. Buy деген сатып алу, sell деген сату. Екі түрлі кнопка болады. Яғни сіз buy деген кнопканы басатын болсаңыз, онда сізде автоматты түрде не ашылады? Long позициясы ашылады екен. Енді қараңыз. Sell деген кнопканы басатын болсаңыз, онда автоматты түрде сізде не ашылады? Short позиция ашылады екен. Яғни сіз buy деп басып қоятын болсаңыз, демек баға өседі деген анализге сене отырып, бағаның өскенінен пайда көруге ашасыз. Ал sell деген кнопканы басатын болсаңыз, баға құлаған сайын пайда көре бересіз. Яғни сіз баға құлайды деген анализге сене отырып, жоспарлай отырып, сөйтіп
шорт позициясын құлайды деп ашады екенсіз. Енді қараңыз. Sell деген кнопканы басқан кезде сіз автоматты түрде брокерге шорт позиция ашамын деген приказ бересіз. Сөйтіп шорт позициясын ашамын деп приказ бердіңіз. Приказ берген кезде қараңыз. Сол кездегі акцияның немесе инструменттің құны қанша болып тұр? 100 доллар болып тұр ма? Сол 100 долларлық акцияны сізге қарызға береді. Яғни сіз шорт позиция аштым деген кезде сол кезде қанша болып? 100 болып, 150, 2000, 1000 доллар болып тұр мүмкін. Мысалға 100 деп ала береге. Сол кездегі акцияның құны 100 доллар болып тұр. Сол 100 доллар болған кезде 100 долларлық акцияны сізге қарызға берді. Уақыт өте келе сіз сол қарызды қайтару керексіз да. Енді қараңыз. Мысалға мақсат маған 10 000 доллар берді. Мен үстінен тағы 2000 доллар қосып 12 000 долларға машина алып бермеймін ғой мақсатқа. Неге? Ол маған шығын болып кетеді. Дәл солай сізге брокер 100 долларлық акцияны қарызға беріп тұр. Қарызға беріп тұр. Сіз қалтаңыздан тағы да 20 доллар қосып 120 долларға қарыз акцияңызды қайтарып бермейсіз ғой. Сіз не істейсіз? Барынша акцияның құнын құлағанын күтесіз. Барынша акция құлаған сайын сізге тиімдірек болады. Мысалы 100 долларлық кезінде акцияны қарызға алып алдыңыз, уақыт өте келе сол қарызыңызды қайтару керексіз. Бірақ ақшалай қайтармайсыз, не түрінде қайтарасыз? Акция түрінде қайтарасыз да. Сөйтіп баға құлай береді. Сіз осы акцияны қарызсыз брокерға бағасы 50 долларға түсіп кетті. Сізге 100 долларға акцияны берген еді, бірақ сол 100 долларға акцияның 100 долларын алып қалдыңыз да, акцияның құлағанын күттіңіз. Акция 50 долларға түскен кезде 50 долларға акцияны сатып алдыңыз да қайтарып бере салдыңыз. Яғни ортасындағы 50 доллар қалтаңызға өзіңіздің пайдаңыз ретінде алып қалдыңыз. Яғни шорт позицияның жүйесі осындай. Енді тіптен түсініксіз болып бара жатса, мынаны жаттап алсаңыз жеткілікті. Лонг позициясы өскен сайын пайда көресіз, шорт позициясы баға құлаған сайын пайда көресіз. Мәселе, сіз басында қандай позиция ашқаныңызда. Buy деп бастыңыз ба, әлі sell деп бастыңыз ба? Buy деп басатын болсаңыз, long ашсаңыз, демек баға өскен сайын пайда көресіз. Ал егер де long деп ашып, ол құлай беретін болса не болады? Сіз керісінше шығынға кетесіз. Дәл солай, сіз sell деп аштыңыз, ол құлаған сайын пайда көресіз. Егер де үстіге қарай өсе беретін болса, онда керісінше шығынға кетеді деген сөз. Енді қараңыздар, мына жерде ұзын және қысқа деп айттық. Не себепті? Өйткені өйтіп аталуының себебі. Мысалға, 100 долларлық акция, мысалға 1000 долларға дейін өсуі мүмкін бе? 1000 долларға дейін. Әбден мүмкін. Ол мысалы 5 жылда, 10 жылда 1000 долларға дейін өсуі мүмкін. Бірақ 100 долларлық акция құласа қай жерге дейін құлайды? 0-ге дейін құлайды. Ары қарай бармайды, минусқа кетіп қалмайды. 0-ге дейін құлайды. Енді қараңыз, 100 бен 1000-ның арасы қанша? 900 доллар. Ал 100 бен 0-дің арасы қанша? 100 доллар. Енді қайсысы ұзынырақ болып тұр? Бізде әрине мынау ұзынырақ, ал 100 бен 0-дің арасы мынамен салыстырған кезде қысқарақ болып тұр. Түсінікті? Жалпы сол себепті де өсуді шексіз кете беретіндіктен ұзын болғандықтан оны long деп атаған, ал құлауды ол 0-ге дейін ғана құлайтын болғандықтан оны бізде шорт, яғни қысқа позиция деп атаған болатын. Енді қараңыздар, бізде осы жерде бір термин бар. Bid және ask деген. Бұл не термин? Мысалға, банкке барып, доллар ауыстырып көрсеңіз білесіз. Мысалға, 450, 455 деген екі баға тұрады, долларға байланысты. Мысалға, сіз банкке бардыңызда, маған 1 доллар керек деп айттыңыз. Банк тұрды да маған 455 теңге беріңіз дейді. Сіз 455 теңгені бересіз, сөйтіп сізге банк 1 доллар береді. Сөйтіп 1 долларды ұстап тұрдыңызда, жоқ, маған қайтадан теңгеге ауыстыру керек деп, 1 долларды қайтадан банкке берсеңіз, банк сізге қайтадан не қайтарып береді? 450 теңгені қайтарып береді. Яғни арасындағы 5 теңге банк өзінің комиссиясы ретінде ұстап қалды. Банктың көретін пайдасы ретінде ұстап қалды. Түсінікті ма? Осы жерде сіз минус 5 теңге шығын көріп қалдыңыз, ол банктың пайдасы. Дәл солай кез келген брокерда бізде осындай дүние бар. Ол не? Мысал ретінде 100 және 100,1 деген баға тұрады. Яғни сіз барып акцияны сатып аласыз. Сатып ала салып, сол моментте сатайын десеңіз, қанша? 100 доллармен сату керек болады. Арасында 0,1 доллар бізде не болып тұр? Шығын болып тұр. Осы жерде осы шығын бізде осы ұсталынатын комиссия брокердің бізде спред деп аталады. Бұдан ешқашан қашып құтыла алмайсыз. Бұл кез келген банк жүйесінің, кез келген брокер жүйесінде ол сақталып қалатын дүние. Бұдан қашып ешқашан құтыла алмайсыз. Яғни, енді қараңыз, мына 100,1-ден сатып алдыңыз, сатайын десеңіз бұлай болып тұр. Енді біз минус
нөл бүтін сразу шығынға кіріп тұрмыз. Яғни біз акцияны кез келген инструмент сатып ала салған моментте бірден спредпен минуста тұрады екенбіз. Енді минус 0,1-ден 0-ге шығу үшін баға қалай өзгеру керек? Яғни 100,1-ден 100,1-іміз бізде 100,2-ге өседі. Мұна 100,2-ге өссе, мұна бит бағамыз 100,1-ге өзгереді. Сонда баға бұлай өскен кезде сіз сатайын десеңіз, уже мына жерде сатып алған бағаңыз уже мына жерде бірдей болып тұр. Яғни осы кезде сіз сатсаңыз ешқандай шығынсыз 0-мен жабады екенсіз. Бұл бізде шығынсыздық нүктесі деп аталады. Жалпы бит-тест деген нәрсе осы. Енді қараңыз, бұл жерде бұны не үшін айтып отырмын? Бізде спред деген нәрсені түсінуіміз керек. Спред қай кездерде көп болады? Биржа ашылып жабылатын кездерде, жаңалық кездерінде спред көп болып кетеді, соны ескересіздер. Сол кездерде сізде арасында мынандай үлкен спред қалып қоюы мүмкін, соларды міндетті түрде ескеру қажетсіздер. Енді келесі қараңыздар. Мына жерде сіз не істедіңіз? ESC бағамен $1 барып не істедіңіз? 455 теңгеден сатып алдыңыз. Ал сатып алу деген бізде не? Buy деген сөз. Buy дегеніміз бізде long позициясы. Ал енді мына жерде сіз доллар сатып алған болсаңыз, мына жерде долларды банкке қайтадан беріп, долларды саттыңыз. Ал сату деген бізде не? Sell дегеніміз бізде short позиция. Яғни buy, long, S деген үшеуі бір дүние, bid, sell, short деген үшеуі бір дүние. Үшеуінің қызметі бір дегенді білдіреді. Яғни біз білуіміз керек не? Long, short позициялар, bid, S, яғни арасындағы спредті білуіміз керек. Бұл бізде өте маңызды. Яғни бұларға спредке мән бермей қалған жағдайда көбінесе шығынға кетіп қалу мүмкіншілігі көбейеді екен. Так, енді long, short позицияны түсіндік. Енді мына нәрсені қарастырайық. Мысал ретінде, $100-дан біз баға $100 болып тұрды, содан long позиция ашайық. Long позиция ашайық. Мысалға $150-ға барып берсе, примерно плюс $50 пайда көреміз. Ол дұрыс. Егер де ол бейт түсіп кетсе ше, мысалы $50-ға түсіп кетсе, онда минус $50 шығында болып қаламыз. Енді бізге $100-ның үстіне минус 50% жоғалтып, $50 жоғалтып қаннан көрі, біз кішігірім шығынмен жауып тастауымызға мүмкіншілік бар. Ол үшін нені қолданамыз? Бізде stop loss деген нәрсе жұмыс жасайды. Stop loss. Stop деген тоқтау деген сөз, тоқтату деген сөз, loss деген шығын деген сөз. Яғни сөз тіркесін қосатын болсақ, шығынды тоқтату дегенді білдіреді. Мысал ретінде сіз long позиция ашар алдында брокерде buy деген кнопка тұрады ғой, купить деген. Соның астында take profit, stop loss деген бөлім болады. Сол stop loss деген бөлімге маған мысалға 90 деп жазып қоясыз. Яғни stop loss $90 деп қоясыз. Ол не деген сөз? Сіз $100-дан long позиция ашқан кезде баға егерде $90-ға келіп құлап кететін болса, позициямды автоматты түрде жауып таста деген приказ бересіз алдын ала. Ол бізге неден қорғайды? Минус $50 жоғалтқаннан көрі, минус $10 шығынды тоқтатып тастаймыз жол ортадан, сөйтіп қалған ақшамызбен дальше сауда жасай береміз деген сөз. Түсінікті ме? Дәл солай бізде take profit деген дүние бар. Take profit. Take деген бізде қазақша алу деген сөз, profit деген пайда деген сөз. Сөз тіркесі бізде не? Пайданы алу деп тұр, аты айтып тұр. Яғни сіз $100 мысал ретінде позицияны аштыңыз, long позицияны, сөйтіп ашып қойдыңыз да ұмытып кеттіңіз. Ол баға бит 150-ге дейін барды. Сөйтіп тура сіз ашып қалған кезде ол баға мына жақта $90 минуста жүр екен. Сіз негізінде мына 150-ге жеткен кезде $50 пайда көріп тұр едіңіз, бірақ айырылып қалдыңыз. Не себептен? Қарамай қалғаны. Соның алдын алу үшін бізде алдын ала бағаны пайдамен жабу үшін не қолдансақ болады? Take profit деген нәрсені қолдансақ болады. Яғни баға егерде 150 деген бағаға жетсе, маған позициямды жауып бер деген приказ беріп қоясыз. Яғни пайданы алу деген сөз. Сөйтіп не істейсіз? Осындай пайдаларды алдын ала сіз көрмей қалған жағдайда өзі жабылу үшін take profit қойып қоясыз. Яғни stop loss take profit деген бізде осы екен. Яғни бізде шығынды тоқтату үшін және пайдамызды алып қалу үшін қолданылады. Енді қараңыздар, бұл жерде $100-дан long позиция ашқан кезде stop lossты біз астына қойдық. Неге? Өйткені біз астыға кеткен сайын шығынға кете береміз. Ал short позиция ашқан болсақ, наоборот, біз үстіне қояды екенбіз. Ал take profitті керісінше астына қояды екенбіз. Түсінікті ме? Яғни long ашатын болсақ stop loss астына, take profit үстіне, ал short позиция ашатын болсақ, неге? Өйткені shortта біз құлайды дедік қой. Бірақ өскен сайын ол
шығынға кете беретіндіктен біз шығынды тоқтату үшін стоп лосс түсіне қоямыз. Тек профит, яғни құлаған сайын пайда көре береміз. Сол пайдамызды алу үшін тек профитті астына қояды екенбіз. Жалпы бүгінгі қарастырған тақырыбымыз long позиция дегенімізде, short позиция дегенімізде, bid ask терминдерін айттық, және де арадағы spread дегенімізде, одан кейін пайданы алу, шығынды тоқтату, яғни тек профит, стоп лосс дегеннен соларды қарастырдық. Келесі тақырыптарда біз жалпы трейдингтің түрлерімен танысатын боламыз.